Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қазіргі таңда өте танымал болып жатқан испанский чизкейкті бірге жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттарды экранда жазып қалдырдым. Сонымен бастаймыз. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап келіңіз. Творожный сырымызды осындай ыдысымызға салып аламыз. Сосын 4 жұмыртқаны кішкене осылай араластырып жіберіп, творожный сырымызға қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қант ұнтағын салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Сосын сливкиімізді құямыз, аз-аздан құямыз, бірден құюға болмайды. Енді кукурузный крахмалымызды саламыз. Ұн салуға да болады, бірақ кукурузный крахмалмен өте жақсы үйлеседі. Екі ас қасық лимон шырынын қосамыз, яғни суыны. Мен осылай пергамент бумаганы кішкене бойын ұзындау етіп жасадым, өйткені чизкейкіміз пісіп жатқан кезде кішкене көтеріледі, қалыпымыздан тасып кетпеу үшін осылай жасадым. Беті тегіс болу үшін столға 1-2 рет осылай ұрып жібереміз. Алдынан қыздырылған 230 градуста 30 минуттай духовкамызға салып пісіріп аламыз. Міне чизкейгіміз дайын. Беті осылай жұмсақ болып тұрады. Чизкейкті ыстық кезінде қалпынан шығаруға болмайды, кішкене суығаннан соң 3-4 сағаттан соң. Мен 2 сағаттан соң алып, қалпынан шығардым. Ортасы жақсы қатқан, яғни ағып бөлініп кетпейді. Міндетті түрде суытып, холодильникте ұстау қажет. Өйткені ортасы сұйық болғандықтан кескен кезде жайылып ағып кетуі мүмкін. Бұл чизкейктің дәмін мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Әрбір әйел міндетті түрде жасап дәмін көруі тиіс деп ойлаймын. Біз үй ішімізбен жақсы көреміз бұл чизкейкті. Дәмі басқа чизкейктерге мүлдем ұқсамайды. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер.